Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары, біз бүгін мемлекеттік тіл жайлы сөз қозғауды жөн көрдік. Өйткені соңғы кездері бұрын орыс, ағылшын тілдерінде жазылған маңдайшалықтар аздай, енді ірі қалаларда Қытай тілінде жазылған маңдайшалықтар мен жарнамалар көбейіп барады. Бас қала Астананың өзінде маңдайшалықтары Қытай немесе орыс тілдерінде жазылған, ас мәзіріне дейін Қытай немесе орыс тілінде жазылып, сол ұлттың мәдениетін дәріптейтін асханалар күн сайын көбеюде. Қабырғаларына сол елдің мәдениетін, дәстүрін, салт санасын дәріптейтін әртүрлі жарнамаларды іліп тастаған ол дәмхана, асханаларға кірсеңіз, Қытайда немесе Ресейде жүргендей күй кешесіз. Бұл мәселеге байланысты әлеуметтік желіде азаматтар әртүрлі пікір білдіріп жатыр. Мемлекеттік тілдің мәртебесін мемлекет неге қорғамайды деп тіл басқармаларына шүйлігіп жатқан желі қолданушылар да аз емес. Әрине, Қытай тіліндегі маңдайшалықтар мен жарнамалардың көбеюінің де бір қанша түрлі себебі бар. Өйткені соңғы жылдары Қазақстан мен Қытай арасындағы экономикалық қарым-қатынастың артуына байланысты қытайлық кәсіпкерлер мен инвесторлар елімізге көптеп келе бастады. Олар өз саудасын жергілікті халыққа насихаттап, кеңінен таныстыру үшін өз тіліндегі маңдайшалықтарды пайдаланып жатыр. Әрине, олар маңдайшаға қатысты талапты білмей отырған жоқ. Қай елге барсаң да маңдайшалықтардың сол елдің тілі туралы заң талаптарын сақтай отырып жазылуы керек екенін басқасы білмесе де қытайлықтар жақсы біледі. Өйткені қытайлық кәсіпкерлердің санасына Қытайдың дәл сондай қатаң заң талабы әбден сіңіп кеткен. Ендеше олар неге Қазақстанға келіп жүрісінен жаңылды? Оған да өзіміз кінәліміз. Өйткені тіл туралы заңның талаптары жиі бұзылатын және құзырлы орындар сол талапты қатаң сақтамайтын Қазақстанда шетелден келген келімсектер тілімізді көзге ілмейді де, қалаған тілімен, қалаған жазуымен жаза береді. Әйтпесе көшелердегі шетел атауларынан ат үркетін деңгейге жеткенімізді, орысша жазғаны аздай, енді басқа тілдегі маңдайшалықтар көбейіп, тілдік нормалар сақталмай жатқанын тілшілер қауымы таңдайы тозғанша айтып та жазып та келеді. Бірақ соны ескеріп, екінші рет болғызбайтындай қайырлы қадамға қазірше ешбір құзырлы орган бара қойған жоқ. Оның үстіне қытайлардың өз кәсіптік нысанының маңдайшалықтарын қытайша жазып, қытайша жазылған тауарларын Қазақстанға келіп аудармасыз, қазақ тіліндегі түсіндірмесіз сатып отыруының астарында көз үйрене берсін, осылай істесек қайтер екен деген пиғыл жатыр. Мәселен, біз осыдан бұрын балалардың денсаулығына аса қауіпті Қытайдан келген қоқыс тағамдардың Қазақстанда емін-еркін сатылып жатқанын және оның тіл туралы заңның нормаларында өрескел бұзғанын, жапсырмаларында қазақ, орыс тілдерінде түсіндірмелер жазылмағанын айтып дабыл қақтық. Біздің бұл үніміз парламентке дейін жетіп, депутаттар үн қосқаннан кейін бектеніп басқарған үкімет мәселені шешеміз деп уәде берген. Содан бері 2 жыл өтті, қоқыс тағамдар әлі біздің нарықта сатылып жатыр. Керісінше тіпті көбейіп кетті. Қытай тілінің Қазақстан нарығына жайлап еніп келе жатуының тағы бір себебі, еліміздегі кейбір жергілікті кәсіпкерлер Қытай туристері мен бизнес өкілдерін тарту мақсатында осындай қадамға да барып жатыр. Қытайлықтар Қазақстанның кейбір аймақтарына сауда-саттық үшін жиі келетінін ескерсек, бұл маркетинг қадамы болуы да мүмкін. Алматы әуежайындағы электронды жүгіртпе тақталарда өткен жылдың соңынан бастап Қытай тіліндегі жазулардың пайда болғаны әне соның дәлелі. Ал бұл жөнінде тіл туралы заңдарымыз не дейді? Қазақстан Республикасының тіл туралы заңына сәйкес барлық жарнама, маңдайшалықтар ең алдымен мемлекеттік тілде жазылуы тиіс. Егер қосымша басқа тілдер қолданылса, олар қазақ тіліндегі мәтіннен кейін және көлемі бойынша одан кіші болуы шарт. Ал Қытай тауарларын сататын дүкендер мен асханаларда қытайша жазулар бірінші орында тұр, немесе қазақ тілі мүлдем жоқ. Бұл тіл туралы заңды өрескел бұзу ғана емес, мемлекетті сыйламаудың да көрінісі. Қазақстан Республикасының Конституциясын белден басу. Аталған заңның 7-ші бабындағы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі деген норманы елемеу.
Тіл туралы заңның 21 бабында меншік нысанына қарамастан ұйымдардың, мөрлердің, мөртабандардың мәтіні мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылады. Мемлекеттік ұйымдардың бланктері мемлекеттік тілде және орыс тілінде, қажет болған кезде басқа тілдерде жазылады. Мемлекеттік емес ұйымдардың маңдайшалықтары мемлекеттік тілде, қажет болған кезде орыс тілінде орналастырылады деп анық жазылса, тағы да осы бапта егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, хабарландырулар, жарнамалар, баға көрсеткіштер, ас мәзірлері, нұсқағыштар және басқа да көрнекі ақпарат мемлекеттік тілде, қажет болған кезде орыс тілінде орналастырылады. Шетелде өндірілген тауарлардың арнайы мәліметтері көрсетілген тауарлық жапсырмалары, таңбалары, нұсқаулықтары импорттаушы ұйымдардың қаражаты есебінен мемлекеттік тілге және орыс тілге аудармасымен қамтамасыз етеді деп белгіленген. Сондай-ақ осы заңның 24 бабында егер жоғарыдағы талаптарды ескермесе, арнайы әкімшілік және экономикалық тұрғыдан жаза көру жағы да қарастырылған. Бірақ қазір осы мәселе осы заң бойынша атқарылмай жатқан секілді. Ендеше осы заңдарымыз қайда қалды? Оны бақылап отырған мекеме бар ма? Егер кім көрінген келіп біздің елде өз тілін емен-еркін насихаттап қазақ тілін көзге қазақ тілінің мемлекеттік тіл болғанынан не қайыр? Егер мемлекеттік тілдің мәртебесін қорғамаса, немесе оны дамытуға жеткілікті деңгейде көңіл бөлмесе, мемлекеттік тілдің қолданыс аясы барған сайын тарылып, өзге тілдердің көлеңкесінде қалып, біртіндеп қолданыстан шығады. Бұл жаһандану жағдайында басқа үстем тілдердің, мәселен ағылшын, орыс, қытай тілдерінің ықпалы күшті елдерде байқалып отырған жағдай. Оның үстіне тіл ұлттың басты белгісі. Егер мемлекеттік тіл әлсіресе, ұлттың рухани тұтастығы да шайқалады. Азаматтар арасындағы ортақ құндылықтар мен ұлттық сана әлсіреп, қоғам ішіндегі мәдени ажырау күшейеді. Әрине, тіл мәселесі керіспен шешетін мәселе емес. Өйткені тіл мәселесі кез келген ел үшін сезімтал тақырып. Егер билік мемлекеттік тілге көңіл бөлмесе, бұл халықтың наразылығына себеп болуы да мүмкін. Кейбір этникалық немесе басқа да топтар арасындағы келіспеушіліктер артып, саяси тұрақсыздыққа келуі де ықтимал. Егер мемлекеттік тіл тиісті деңгейде қолданылмаса, ғылым мен білімнің дамуы шетелдік тілдердің ықпалына ұшырайды. Бұл жағдай ұлттық білім беру жүйесінің шетел тіліне тәуелділігін арттырып, елдің интеллектуалдық әлеуетін әлсіретеді. Сосында президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ тілі ғылым тіліне айналуы керек деп үндеу тастаған жоқ па? Мемлекеттік тіл елдің болашағы, рухани тұтастығы мен дербестігін қамтамасыз ететін маңызды фактор. Сондықтан мемлекеттік тілге көңіл бөлу әрбір азаматтың, әрбір қазақстандықтың борышы. Егер біз мемлекеттік тілімізді өзіміз қорғамасақ, өзіміз қолдамасақ, әрбір қазақ тілінде сөйлеп, баласына қазақ тілін үйретіп, қазақ тілінде пікір алмаспаса, оны қолданбасақ, ол тек отбасында ғана қолданылатын, немесе шетелден келген ағайындар ғана сөйлейтін тілге айналып қалуы мүмкін. Шынын айтайық, Қазақстанда қазақ тілінде сөйлесуді намыс көретін, немесе орыс тілінде сөйлеуді мақтан көретін азаматтар әлі де аз емес. Бірақ өз тіліңде сөйлей алмаудың өзі рухани мүгедек екенін олар ешқашан түсінбейді. Қазақ үшін алғанда қазақ тілінен үлкен байлық жоқ. Сондықтан тіл мәселесі тек қана мемлекеттің саясатымен ғана емес, сондай-ақ ғалымдардың, тіл жанашырларының, әрбір қазақ азаматының борышы. Екінші тұрғыдан біздің кәсіпкерлеріміз де мемлекеттік тілді құрметтеп, оны жарнамалар мен маңдайшалықтарда дұрыс қолдану керектігін, оның қазақ тіліне қосқан үлес болатынын нақтап түсіну керек. Өткенде әлеуметтік желіде тіл жанашырларының бірі маңдайшалығы қытайша жазылған бір асханаға барып, ас мәзірлерінің де қытайша жазылғанын көріп, неге қазақ тілінде аудармасы жоқ деген сұрауына әлгі қожайынның ас мәзірін қазақша жазайық десек, қазақ тіліндегі аудармасы жоқ екен деп жауап бергені үлкен бір шындықтың бетін ашқандай. Біз қазір көженің атында көршіден көшіріп отырған елміз. Қаншама атауды орысша алып жүрміз. Мәселен, қазір Қазақстанның көп асханасында мәмпәр деген тамақ бар. Ішіп көрсеңіздер білесіздер.
Ол қазақтың кәдімгі жұлма көжесі. Бірақ біз сол атауды алмай Қытайдың мәмпияр деген атауын тікелей жалпыластырып жатырмыз. Ол аздай қазақшасын қайырып қойып, палауды плов, ботқаны каша, күрішті рес, ірімшікті сыр, тоқашты лепешка, сорпамен сұйық тағамды суп деп соғып жүрген қазақтар енді Қытай тамағында өз атауымен асай бастады. Тек мәмпәр ғана емес, Қытайдың тапанжи, көйрулағман сияқты атаулары алдымен Қытай кафелеріне келіп, одан кейін бүкіл қазақ тіліне қарай дендеп кіріп бара жатқаны байқалады. Бірақ оған назар аударып, мынаның қазақшасы қалай деп ешкім сұрап жатпаған соң, біреу өресі жетпей солай жазса, енді біреулер әдейі жазып отыр. Бұл былай қарағанда жай сияқтанғанымен, түбін қуғанда қазақ тілін қорғап қолдайтын, атау терминін қадағалап отыратын құзырлы орындардың жоғын, болса да қазақ тіліне құлықсыздығын және қазақ тіліндегі терминология қорының толық қалыптаспағанын немесе жүйеленбегенін көрсетеді. Екінші тұрғыдан алғанда, ас мәзірінің қазақша баламасының жоқтығы қазақ тілінде қызмет көрсетуге деген немқұрайдылықтың нақты нышаны. Бұл жағдай түптеп келгенде қазақ тілінің шет тілдерінің ықпалында қалып, өзіндік ерекшелігін жоғалтуына әкелетінін ерте бастан ескеруіміз керек. Сондықтан мемлекеттік терминология комиссиясы мен басқа да лингвистикалық мекемелер жаңа терминдерді бекітіп, оларды кеңінен насихаттауы қажет. 30 жылдан бері елорда мен ірі қалаларымызда көпшілік тамақтандыру орындарында ас мәзірі міндеттеп қазақ тіліне аударталмау тіл саясатының ұлттық сана мен мәдени ықпалдың үлкен мәселесінің айқын көрінісі. Бұл мәселені шешу үшін тілге деген сұранысты арттырып, оны күнделікті қолданыста белсенді дамыту қажет. Әйтпесе қазақ тілі тұрмыс деңгейінен аса алмайтын, тек шектеулі аяда қолданылатын тілге айналуы мүмкін. Тіл тек ғалымдар мен лингвистер қалыптастыратын дүние емес. Ол күнделікті өмірде қолдану арқылы дамиды. Қазақша мәзір жасауға, маңдайшалықтарын қазақша жазуға сұранысты арттыру үшін тұтынушылар өз құқығын талап етуі тиіс. Бірақ ескертіп айтайық, қадағалап айтайық, анықтап тұрып айтайық, ол айқаймен емес, еппен заң тұрғысынан түсіндіру арқылы шешілетінін әрбір ұлтжанды қазақ азаматы есінен шығармағаны дұрыс. Өйткені осы мәселені әдейі саясиландырып, оны қоздырып, ұлт араздыққа апаратын жат ниеттілерде жоқ емес. Сондықтан көп нәрсе епке, саяси қырағылыққа қарайтынында ескере отырып, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге бәріміз атсалысайық ағайын. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.